энергиям жетпей жатыр, энергиям таусыл қала береді, бір істі бастаймын да аяғына дейін апара алмай жатырмын, не істесем болады деген сияқты проблемалармен кез келген адам кездескен шығар, иә. Себебі қазіргі таңда осы қауымның көпшілік адамдардың басты проблемаларының бірі осы энергия тақырыбы. Ең алдымен сіздермен энергия дегеніміз не, сол жағын анықтап алайық. Физиканың заңдылығына сүйенетін болсақ, энергия дегеніміз ол қозғалыстың, яғни қозғалысты сипаттайтын құбылыс. Алла тағала күнделікті таңертең әрбір адамға энергия береді, толтырып береді, кәдімгі телефонның заряды сияқты 100%-ға дейін толтырып береді. Бірақ сол энергияны қайда жұмсайтыны адамның өзіне байланысты. Яғни дұрыс жолға жұмсайды, или же бұрыс жолға жұмсайды деген сияқты ғой. Енді осы жерде күш деген нәрсе бар. Күш және де энергия екеуі екі түрлі нәрсе. Энергия ол көзге көрінбейтін, адамды белгілі бір іске итермелейтін, қозғалысқа итермелейтін адамның бойындағы көзге көрінбейтін күш. Ал күш дегеніміз ол физикалық. Яғни біздің төсектен просто так аяғымызды жерге қойып үстіне басып жүруіміздің өзі, төсегімізді жинауымыз, тісімізді тазалауымыздың ол физикалық күш деп аталады. Ал енді қараңыздар, Алла тағала бізге күнделікті жағы энергиямызды толтырып береді, телефонның зарядкасы сияқты деп айттым. Бірақ ол энергияны адам қайда жұмсайтыны өзіне байланысты. Көбінесе қазір таңда адамдар энергиясын дұрыс жұмсамағандықтан, оған керісінше өзінің дамуына, белгілі бір мақсатына қарай әрекеттер жасауына энергия жетпей жатады. Сонда адам энергиясын қайда жұмсайды деген сұрақ туындайды осы жерде. Жалпы энергия дегеніміз ол 3 қабатқа бөлінеді екен. Бірінші қабат ол ең самый ауқымды қабаты, адамды белгілі бір алға қарай итермелейтін, белгілі бір өмірге деген көзқарасын өзгертетін, өмірде какой-то бір смысл жизни дейді ғой, өмірдің мағынасын табатын қабат ол рухани қабат екен. То есть бұл жерде адам егерде бұл дүниеге не үшін келгенін, оның қандай өмірге деген мағынасы бар, ол не үшін өмір сүріп жатыр, егер соны түсінетін болса, рухани деңгейінде, онда ол адам ешқашан энергиям таусылып қалып жатыр, мен не істеп жүргенімді білмеймін деген сияқты бір кризис среднего возраста деген сияқты болады ғой, өмірдің мәнін жоғалттым деген сияқты бір күйге кешпейді. То есть депрессионный деген состояниеға редко түседі. Енді қараңыздар, осыдан кейін бізде рухани қабаттан кейін бізде психикалық қабат жүреді. То есть адамның эмоционалды қабаты. Көптеген адамдар негізі эмоцияға бейім болады. Тез ашуланғыш болады, тез ренжіп қалады, настроениясы құбылмалы, көбінесе үйде отырған аналар, бірде күліп жүресің, бірде жылай саласың. Енді ол әйел адамның өзінің натурасы сондай, көбінесе эмоцияға берілгішпіз, біз эмоциямен өмір сүреміз деген сияқты, Бірақ қазіргі таңда өте прям эмоцияға берілгіш адамдар көбейіп кеткен. Бір күні күшті жарқырап күлімсіреп жүреді да, бір күні уже өмірдің оған мәні жоқ сияқты, ешнәрсе жасағысы келмейді, тек қана төсекте жата бергісі келетін халдер болады. Яғни резкий скачок болып тұрады настроениеда. Неге олай? Ол психикалық эмоционалды қабаттың дұрыс энергияға толмауынан. То есть адамда рухани қабатта, рухани слойда адам өзінің бұл өмірде не үшін өмір сүріп жатқанын білетін болса, миымен қабылдайтын болса, ол психоэмоционалды жағдайын бір қалыпты ұстап тұруға тырысады. То есть бұл жерде уже көркем мінезділікке қарай ұмтылады, адамдардың провокациясына берілмейді, фокусын қайда жұмсау керек екенін біледі, уже өзін дамыту керек екенін түсінеді, дұрыс жолда келе жатқанын түсінеді, өзін бойына бір белгілі жақсы әдеттерді қалыптастыруға тырысады. Бұл жерде уже адамның осознанный жағдайға келуін білдіреді. Одан кейін бізде физикалық қабат деген бар. То есть физикалық дегеніміз ол біздің элементарный денсаулығымыз. Күнделікті не жеп, не ішіп, то есть физикалық қабатқа бізге 4 ресурс жатады. Тамақ, су, қозғалыс және ұйқы. Осы 4 нәрсе, 4 ресурс бізде дұрыс толыққанды, қамтылған, дұрыс процесстер жүріп жатса, онда бізде энергия өмірі всегда 100% осылай көтеріп тұратын болады. И бізде онда энергия таусылып қалды деген болмайды. Осы тамақтанған кезде де, қозғалыста да, ұйқыда бұзылған кезде адамда энергия төмендеп бастайды, шаршайды. Мысалы, егер де адам дұрыс тамақтанбайтын болса, или шамадан тыс тамақтанатын болса, оның бүкіл энергиясы сол тамақты қорытуға кетеді. То есть оған тамаққа тойып алған адам ол тұрып белгілі бір нәрсені жұмыс істеуге ынта болмайды. Тамаққа тойып алған адам элементарно ұйқысы келеді. Жатады, бұл диванда жата бергісі келеді. Сол үшін де адамда дұрыс тамақтанған
жөн, чтобы оның энергиясы жоғарыда болып, ол сол энергияны басқа жаққа қарай жұмсау үшін. Жалпы вообще энергия ол бізде қозғалыста пайда болады. Мысалы, элементарно бір тасты алатын болсақ, тастың күші бар, салмағы бар, бірақ ода энергия жоқ. Неге? Себебі ол қозғалмайды. Ал адамда энергия бар. Адам қозғалған кезде, жүрген сайын, физикалық жаттығулармен айналысқан сайын, 10 000 шаг жасаған сайын да, отырып тұрып, приседания, отжимания жасаған сайын, просто таза ауада жай жүргеннің өзінде адамда энергия пайда бола береді. Демек, тез, көбірек қозғалыста болған адамда энергиясы үнемі жоғары жүреді. Ал біз не істейміз қазір, қарапайым жастардың өзін қараңыздар, үнемі телефонда отырады, былай бітті. Басқа мүлдем қозғалыс вообще қазір төмендеп бара жатыр. Из-за этого адамда энергия аз. Егер адам таза ауаға шықпайтын болса да, ауамен демалған кезде миымызда, организмімізде кислородный баланс жүріп жатады. Қозғалған сайын қан тамырларда қан жақсы жүріп, миға кислородты қамтамасыз етеді. И сол кезде мида нейронный связкалар орнап, бізге жақсы бір идеялар береді, мүмкіндіктер көрсетіп бастайды, настроениең көтеріледі, бір нәрсе жасауға шабыттанып тұрасың. Демек, бұның барлығы қозғалыстың арқасында. Егер де қозғалыс болмаса, бізде бүкіл организм тоқтап қалады. Тоқтағаннан кейін не істейді? Ұйқыға тарта беретін болады. И ең соңғысы бізде ұйқы процесі дұрыс болу керек. Негізі әр адамның ұйықтау процесі ұзақтығы әртүрлі болады. Среднем айтады 6-8 сағат деп, но 4 сағат, 5 сағат ұйықтап, жұмыс жасап жүре беретін адамдар да болады. Ол әрине нормальный деп есептеуге болады. Егер де адам 3 рет толыққанды 1,5 сағаттан терең ұйқыға кіріп шығатын болса. Демек, 8 сағат обязательно ұйықтауым керек деген заңдылық жоқ. Ол среднем адамға 8 сағат ұйқы жеткілікті деп алынған. Мысалы, маған 6 сағат, 5 сағат ұйықтасам нормально. Ерте тұрып, өзімнің тірліктерімді жасап, өзімді дамытып, ритуалдарымды жасап жүре беремін. Осы 4 жылдың ішінде, Аллаға шүкір, мен таң сағат 6-та тұрып, дереу өзіме 1 сағат, 2 сағат арнап, ритуалдарымды жасап аламын, жаяу жүрем обязательно. Мен негізі приземленный адамын, жердің адамы дейді ғой. Көбінесе жаяу жүрген кезде менде энергия пайда болады. И жаяу жүрген кезде наушникпен емес, просто так өзімнің ойымды тыңдап, медитация при ходьбе деген бар. То есть жаяу жүрген кезде де өзіңнің болашақта арман мақсаттарыңды көзіңе елестетіп, белгілі бір жоспарлар құрып, жақсы ойыңды, өрісіңді позитивный волнаға қарай бұрған кезде, жоғарғы вибрацияда өмір сүрген кезде сенде уже энергия одан самай пайда болып бастайды. Демек, бұл жерде ең маңызды осы 4 ресурсты егер де сіздер сақтайтын болсаңыздар, сізде энергия ешқашан төмендемейді. И мынандай нәрсе бар. Қазір бізде адамдар энергиясын дұрыс емес басқа жаққа қарай жұмсайды. Мысалы, представьте, что адамның ортасында мынандай бір шланг шығып тұр деп едік, үш жағынан бір шланг шығып тұр. И ол шлангтың ішіне шлангтан су ағып жатыр. Элементарно, мысалы, огородты суарамыз ғой шлангпен, сол сияқты су ағып жатыр. И сол шланг, мысалы, оңға қарай қарасаң, оң жақта өзіңді дамытуға, бір білім алуға, курстар оқуға, ритуалдар жасауға, немесе өзіңнің сүйікті бір ісіңмен, хоббиіңмен айналысып блог жүргізуге қарай бағытталды деп есептейді. Ол жақты суарған сайын, адамның фокусы сол жаққа бұрылған сайын, ол жақ гүлдей береді. Мысалы, шлангты оң жақта суарсаң, сол жақтан гүлдер өсе береді. Егер де адамның фокусы басқа сол жаққа қарай бұрылатын болса, демек ол өзінің үнемі біреулермен салыстырып, негативті ойлай береді, біреулерді осуждение жасайды, біреулермен жарысады, блогерлерді қарап осуждение жасайды, қызығады, көре алмайды, негатив үнемі ойлай береді, қарыздардың проблемаларын ойлай береді, отношениемен өмірі қырылысып жүреді. Вот сол кезде сол жақты суарған сайын, оны сол жаққа фокусты көбірек бөлген сайын, ол жақ гүлдей береді. То есть, қай жаққа көңіл бөлесің, қай жаққа фокусын бұрасың, сол жақ саған жағы көркей беретін болады да. Сол үшін де қазір айтады ғой, фокусыңды өзіңде ұста деп. Қазір бізде көбінесе үйде отырған аналар не істейді? Отырады да блогерлердің өмірін тамашалайды, үстіне киіп алған киімдерін, анау неге бүйтіп киініп алған, мынау неге тыртитып қысқа киіп алған, анау күйеуімен ажырасып жатыр, мынау енесімен қырылып жатыр, мынау жұмысқа шығып кетті деп осындай болмайтын нәрселерге энергияларын барлығын кетіреді да. И өзінің дамуына келген кезде, арман мақсатына қол жеткізуге келген кезде энергия жоқ. Сабақ оқы деп айтатын оқуға келген кезде ұйықтағысы келіп кете береді. Ешнәрсе түсінбейді. Осындай ситуациялар көп болады негізі. Шәкірттері курс бір нәрсе алып жатқан кезде, білмеймін, оқысам да миыма кірмейді деген состояние болып жатыр. Потому что мида мусор информация өте көп.
мың 45 блогерлерге тіркеліп алған, керек емес ақпараттар, күнделікті телефонный звонки, WhatsApp чаттар, бүкіл мына керек емес галереяның өзі толған фотография да. Вот осындай кезде адамның миы мусор ақпаратқа толған кезде бүкіл энергия сол ақпараттарды, уақытша дофаминдерді, тиктоктағы бесконечно мына видеоларды қарай бергеннен сол нәрсені қорытуға кетеді да бүкіл энергия. Ойлаңыздар, мысалы тиктокта ары кетсе біз 5 минут 5 секунд қана қараймыз да, дальше ауыстырып жібереміз. А ми оны переварить етіп үлгермей жатады да. Сол 5 секундтың ішінде ол процесте не болып жатқанын миға түсіну үшін қаншама энергия кетіреді. Ең негізі көп жейтін энергияны ол мимен жұмыс екен. Ойлаңыздар, біз сонда бүкіл көзімізбен көрген кезде бүкіл стористер, телефондағы ақпараттар, телефонный звонки да, біреулерді жаңалықтар, негативный барлығына энергияны береміз, а өзімізге келген кезде энергия қалмай қалады. Вот из-за этого адамдарда менде энергия жоқ, дамығым келеді, кітап оқығым келеді, бірақ ұйықтағым келе береді, миым қарсыласады деген сияқты проблемалармен көп кездесіп жатады. Сол үшін де егер де сіздің энергияңыз төмендеп жатса, энергия жетпей жатса, бірінші кезекте өзіңіздің бір күндік күніңізге анализ жасаңыз. Мен не істеймін, не істеп жатырмын бір күнде? Дамып жатсыз ба, кітап оқып жатсыз ба, жаяу жүріп жатсыз ба, элементарно қозғалып жатсыз ба, ерте тұрасыз ба, судың балансын сақтайсыз ба, тамақтануыңызға көңіл бөліңіз. Түсінемін, бұның барлығы қазір бір сіздерге қиын сияқты естілуі мүмкін да, ой, блин, ана бәрін жасау керек па сонда деген сияқты, иә. Мүлдем дисциплинамен өмір сүрмейтін адам келеді да, мысалы 9-10-ға дейін ұйықтап жүрген адам, давай 6-та тұр десең, уже тұрғысы келмейді. Мүмкін басында шабыттанып бір тұрар да, ары кетсе 5-7 күн, бірақ одан кейін тұрмайды уже. Оған жай поэтапно қалыптастыру керек та, ол дисциплинаны. Кез келген әдетті бір сіз қалыптастырғыңыз келсе, аз-аздан қалыптастырыңыз. Сізге 6-да тұру керек па? Бірінші, мысалы сіз 9-ға дейін ұйықтайтын адамсыз ба, 8-де тұрып көрдіңіз. 8-де тұратын адамсыз ба, 7-де тұрып көрдіңіз. 7-де тұрып жүрсіз ба, 6-да тұрып көрдіңіз деген сияқты. Жай өзіңізді үйрететін болсаңыз, уже мына мидың памяті бар ғой, любой нәрсенің мида память бар, денеде память бар. Ол есінен сақтау арқылы сізге уже келесі күні ол әдетті қайтадан жасау оңай болады. Ми қарсыласпайды. Поэтому кез келген әдетті аз-аздан поэтапно қалыптастырып көріңіз. Сол үшін де айтады ғой, адамға бір әдетті қалыптастыру үшін 21 күн уақыт керек дейді. 21 күн тоқтамай бір нәрсені жасай беретін болсаң, онда ол уже саған шегеленген әдет сияқты қалыптасады. Кез келген адамның негізі қазір миллионерлер болсын, блогерлер, Илон Маск, Билл Гейтс, барлығында дұрыс әдеттер бар. Барлығы ерте тұрады, физикалық спортпен айналысады, тренажеркаға барады, дұрыс тамақтанады, өзін дамытуға обязательно уақыт арнайды. Даже Марғұлан Сейсебаевтың өзі айтады ғой, мен ерте тұрамын да, күндері таңертең 3 сағат өзіме арнаймын дейді. Кайдзен час деп өзі атаған, иә. Өзімнің не істейтінімді бүгін жоспарлайды, отырады, кітап оқиды, медитация жасайды деген сияқты. Ол кез келген адамға керек. Тем более қазіргі ақпарат алмасу заманында адам өзіне үңілмейтін болса, өзіне сұрақтар қоймайтын болса, просто так 1 сағат тишине отырмайтын болса, ешқандай информационный мусорсыз, онда оның өмірі бір далбасалап жүрген адам сияқты ғой. Өмірге деген ешқандай мақсаты жоқ, бағыты жоқ, әшейін бір күндік әйтеуір бір күн қарны тойса болды, осылай жүрген адам. Ондай адамның жануардан қандай айырмашылығы бар деген сөз ғой. Біз негізі саналы гомо сапиенс дейді ғой, адамға ойлау қабілетін не үшін берген? Чтобы мына энергияның 3 түрлі қабатымен бірге үйлесімде жұмыс жасап, өзіміздің арман мақсаттарымызға қол жеткізу үшін, қоғамға пайдалы болу үшін, миссиямызды анықтау үшін берілген. Сол кезде сізде ешқашан выгорание деген сияқты бір өмірдің смыслы жоқ, мен өмір сүргім келмейді, мен не істеп жүрмін деген сияқты өзіңізді бір апатия жағдайына әкелмейтін боласыз.